Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Айгүл 50 жасқа толған күні таңертең айнаға ұзақ қарады. Бетінде әжім бар, шашының арасына ақ түскен. Бірақ көзінде әлі де сөнбеген үміт бар еді. Өмір бойы біреуді күтумен өтті. Бір кезде сүйгені басқаға үйленді. Кейін ата-анасын бақты. Уақыт өте берді. Сөйтіп, маған енді кеш деген оймен жалғыздыққа үйреніп кеткен. Сол күні кешке көрші әйел шақырған шағын дастарханға барды. Барғысы келмеген. Бірақ үйде жалғыз отыру одан бетер ауыр көрінді. Сол жерде ол Серікпен танысты. Серік 45 жаста, сабырлы, аз сөйлейтін, бірақ сөзі салмақты ер адам еді. Айгүл алғашында мән бермеді, бірақ бір кезде оның қарапайым сұрағы жүрегіне тиіп кетті. Сіз неге әлі жалғызсыз? Айгүл күліп жіберді. Тағдыр ғой, деді қысқа ғана. Сол кештен кейін Серік жиі хабарласа бастады. Алғашында жай ғана амандасу, кейін ұзақ әңгімелер. Айгүл өзі байқамай телефон күтіп отыратын күйге түсті. Бір аптадан кейін Серік оны серуендеуге шақырды. Күз еді. Жапырақтар сарғайып жерге төселген. Екеуі ұзақ жүрді. Айгүл ішіндегісін ашып айтты. Өмірін, өкінішін, жалғыздығын. Серік тыңдады, бөлмеді. Тек соңында ғана «Сіз кешіккен жоқсыз», деді. Сол сөз Айгүлдің жүрегіне ерекше әсер етті. Арада көп уақыт өтпеді. Бір күні Серік кенеттен «Айгүл, мен уақыт жоғалтқым келмейді. Екеуміз де жас емеспіз, маған тұрмысқа шық», деді. Айгүл аң-таң болып қалды. Серік, біз бір-бірімізді дұрыс танымаймыз ғой. Мен сені түсіндім, маған сол жеткілікті. Оның көзіндегі сенімділік, сөзіндегі нықтық. Айгүлдің ішіндегі көп жылғы қорқынысты жеңіп кетті. Бірнеше күн ойланды, түнде ұйықтай алмады. Қателесіп жүрмін бе деген ой мазалады. Бірақ жалғыздық одан да ауыр еді. Ақыры келісімін берді. Той үлкен болған жоқ, жақын адамдар ғана жиналды. Айгүл ақ көйлек кимеді, бірақ жүрегі бұрынғыдан да қатты соқты. 50 жасында ол алғаш рет келін атанды. Бірақ бәрі ойлағандай жылы басталмады. Күйеуінің үйіне алғаш кірген сәтте табалдықта тұрған бір әйелден суық жанары бірден сезілді. Бұл қайыненесі еді. Ол Айгүлге жоғардан төмен бір қарап шықты. Ешқандай жылы сөз жоқ, тек салқын ғана. «Кір», деді. Сол сәтте Айгүлдің жүрегі бір түрлі шым ете қалды. Кеш батып қонақтар тараған соң үй іші тынышталды. Айгүл жаңа бөлмеде жалғыз отырды. Бәрі жат, бәрі бөтен. Осы кезде есік баяу ашылды. Ішке қайыненесі кірді. Ол біраз үнсіз тұрды. Сосын жай ғана, бірақ ауыр сөз айтты. Бұл үйге кеш келдің, бірақ бәрін білуге әлі ерте. Айгүл түсінбей қалды. Не айтқыңыз келеді? Қайыненесі жауап бермеді. Тек бұрылып шығып кетті. Сол түні Айгүл алғаш рет «Мен шынымен дұрыс шешім қабылдадым ба?» деп ойлады. Таң ата Айгүл ерте оянды. Жаңа үйдің иісі де, тыныштығы да оған бөтен еді. Бір сәтке қайда жатқанын ұмытып кетті. Сосын бәрі есіне түсті. Ол енді осы үйдің келіні. Жүрегі сәл қобалжып, орнынан тұрды. Ас үйге кіргенде қайыненесі әлдеқашан ояу екен. Шай қайнап тұр. Бірақ дастархан басында жылулық жоқ. «Ерте тұрасың ба?» деді Айгүл жай ғана. «Бұл үйде бәрі ерте тұрады», деді қайыненесі қысқа ғана. Айгүл үндемей қалды. Әңгіме өрбімеді. Күндер өте бастады. Алғашқы күндерде Айгүл барынша тырысты. Үй жинады, тамақ істеді, шай қиды. Өзін осы үйге сіңіргісі келді. Бірақ бір нәрсе дұрыс емес еді. Қайыненесі ешқашан риза болмайтын. Не істесе де бір кемшілік табылатын. «Тұзды көп салдың, етті дұрыс асқан жоқсың. Бізде бұлай істемейді». Айгүл бәрін үнсіз қабылдады. Жаңа келін болған соң солай шығар, деп өзін жұбатты. Ал Серік алғашқы күндердегідей емес. Күндіз үйде болмайды, жұмыс істейді. Бірақ нақты не істейтінін ашып айтпайды. Кешке келеді шаршаңқы. Кейде мүлде сөйлеспейді. Бір күні Айгүл жай ғана сұрады. «Жұмысың қалай өзі?» Серік сәл кідіріп қалды. «Жай, өз тірлігім бар», деді де әңгімені жауып тастады. Айгүлдің көңіліне күмән кіре бастады. Бір апта өткенде ауылда да көрші әйелмен танысты. Орта жастағы, сөзге жақын әйел екен. «Жаңа келінсің бе?»
деп жылы жымиып сұрады. Иә, деді Айгүл. Әйел біртүрлі жымиып. Батыл екенсің, деді. Неге? Ештеңе, кейін түсінесің, деп сөзін қысқа қайырды. Айгүлдің жүрегі тағы біртүрлі болып кетті. Сол кеште күтпеген жағдай болды. Серік душқа кіріп кеткенде оның телефоны шырылдап қалды. Айгүл әдейі қарағысы келмеді, бірақ экрандағы жазу көзге оттай басылды. Жаным, қашан келесің? Жүрегі зу ете қалды. Ол телефонға жақындады, бірақ ұстамады. Ішінде бір дауыс. Қарама, деді. Екінші дауыс. Білуің керек, деді. Сол сәтте су сылдыр тоқтады. Айгүл тез шегініп кетті. Серік шықты. Телефонын алды. Экранда бір қарады да, бірден үнсіз қалып қойды. Кім? Деп сұрады Айгүл батылдық жинап. Жұмыстан, деді Серік тез. Бірақ көзін тайдырып әкетті. Сол түні Айгүл ұйықтай алмады. Қайыненесінің суық сөзі, көрші әйелдің жұмбағы, телефондағы хабарлама. Бәрі бір-бірімен байланысып тұрғандай. Түн ортасында ол су ішуге тұрды. Ас үйге шыққанда жарық жанып тұр екен. Іште қайыненесі отыр. Айгүлді көріп бірден, ұйықтай алмадың ба? Деді. Айгүл сәл кідіріп. Иә, біртүрлі. Қайыненесі күрсінді. Сосын оған тіке қарап. Кей нәрсені өз көзіңмен көрмей сенбейсің, деді. Айгүлдің жүрегі тарс ете қалды. Не айтқыңыз келеді? Қайыненесі орнынан тұрып жай ғана айтты. Ертең бәрін өзің көресің. Айгүлдің бойын белгісіз қорқыныш биледі. Таң әдеттегіден ерте атты. Айгүл түні бойы көз іле алмады. Қайыненесінің ертең бәрін өзің көресің деген сөзі санасында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Серік таңғы асқа да отырмады. Үнсіз ғана киініп асығыс шығып кетті. Қайда? Деп сұрамақ болды Айгүл, бірақ үлгермеді. Есік тарс жабылды. Айгүл ас үйде қайыненесімен жалғыз қалды. Сен де дайындау, деді ол салқын ғана. Қайда? Барар жер бар. Артық сөз жоқ. Айгүлдің жүрегі дүрсілдеп кетті. Бір сағаттан кейін екеуі қала шетіне қарай таксимен шықты. Жол бойы үнсіздік. Айгүл мұң сұрақ қойғысы келді, бірақ қайыненесінің жүзіне қарап үндемеді. Көлік бір көп қабатты үйдің алдына тоқтады. Қарапайым аула. Балалар ойнап жүр. Ештеңе ерекше емес. Түс, деді қайыненесі. Екеуі подъезге кірді. 3-ші қабат. Қайыненесі есікті қақпады. Кілтпен ашты. Айгүл селк ете қалды. Бұл кімнің үйі? Жауап болмады. Есік ашылған сәтте іштен бала дауыс шықты. Мама, папа келді ме? Айгүлдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Қонақ бөлмеден шамамен 30-35-ке дейін жастағы әйел шықты. Қолында кішкентай қыз. Оларды Айгүлді көріп қатып қалды. Үнсіздік. Бірнеше секунд, бірақ ол мәңгілік сияқты өтті. Сосын әлгі әйел бірінші болып тіл қатты. Бұл кім? Айгүлдің тамағына сөз тығылып қалды. Қайыненесі еш қысылмастан, бұл Серіктің жаңа әйелі, деді. Бөлме ішіндегі ауа ауырлап кетті. Әлгі әйелдің көзіне жас толды. Тағы да ма? Деді сыбырлап. Айгүлдің құлағы шулап кетті. Тағы да? Деп қайталады ол еріксіз. Сол сәтте жатын бөлмеден Серік шықты. Ол Айгүлді көргенде өңі қашып кетті. Айгүл? Айгүл бір қадам артқа шегінді. Бұл не? Деді даусы дірілдеп. Серік үндемеді. Жауап жоқ. Тек көзін төмен түсірді. Сол кезде кішкентай қыз Серікке жүгіріп барып, «Папа!» деп құшақтады. Айгүлдің ішіндегі бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Бәрі анық еді. Енді ешқандай күмән жоқ. Сен үйленгенсің бе? Деді Айгүл әр сөзін зорға шығарып. Серік ауыр күрсінді. Мен түсіндірем. Жоқ, деп айқайлап жіберді Айгүл. Көзінен жас өз-өзінен ағып кетті. Түсіндіретін ештеңе жоқ. Әлгі әйел көз жасын сүртіп, мен оның әйелі боламын, 10 жылдан бері, деді. Ал мен? Деді Айгүл сыбырлап. Жауап орнына үнсіздік. Қайыненесі сол сәтте ғана сөз қосты. Мен саған айттым ғой, бәрін өзің көресің деп. Айгүл оған жалт қарады. Сіз бәрін білгенсіз бе? Әрине. Онда неге? Қайыненесі салқын ғана. Себебі бұл үйге біреу керек болды. Айгүлдің жүрегі мұздап кетті. Қандай біреу? Қайыненесі тура қарап. Шыдайтын, сұрамайтын, кетпейтін. Сол сәтте Айгүл бәрін түсінді. Ол махаббат үшін емес, біреудің жоспары үшін келген. Көз жасы тоқтамады. Бірақ бұл жолы әлсіздіктен емес, ішінде бір нәрсе оянып келе жатты. Айгүл жай ғана айтты. Бұл әлі бітпейді. Серік басын көтерді, ал қайыненесі алғаш рет сәл ғана қобалжығандай болды.
Үйге қайтқан жол тым ұзақ көрінді. Көріктің ішінде ешкім сөйлемеді. Айгүл терезеге қарап отыр. Бірақ ештеңе көрмеді. Көз алдында тек бір көрініс қайта-қайта келе берді. Кішкентай қыздың папа деп жүгіргені. Жүрегі ауырды, бірақ бұл жолы жай ауырсыну емес. Бұл алданған адамның ішкі күйреуі еді. Үйге кіргенде Айгүл аяқ киімін шешпей тұрып тоқтап қалды. Маған түсіндіріп бересіздер ме? Әлде мен өзім қорытынды жасайын ба? Деді ол сабырмен. Дауысы тыныш, бірақ ішінде дауыл тұрғаны сезіліп тұр. Серік орындыққа отырып қалды, басын ұстап. Айгүл, бәрі сен ойлағандай емес. Айгүл күліп жіберді, бірақ ол күлкіде қуаныш жоқ еді. Сенің балаң бар, әйелің бар, ал мен кіммін? Серік үндемеді. Сол сәтте қайыненесі араласты. Отыр, деді ол бұйырып. Айгүл бұрылып оған тік қарады. Жоқ, бұл жолы сіз айтасыз. Қайыненесі де алғаш рет оның көзінен тайсалмай қарады. Бірнеше секунд үнсіз тұрды, сосын баяу сөйледі. Иә, ұлымның отбасы бар. Онда мен неге әкелдіңіздер? Қайыненесі терең дем алды. Себебі ол үйде бәрі күрделі. Бұл менің мәселем емес, деді Айгүл даусын көтеріп. Енді сенің мәселең, деді қайыненесі қатқыл. Айгүлдің шыдамы таусыла бастады. Нақты айтыңыз. Сонда қайыненесі бар шындықты жайып салды. Менің келінім ауырып жүр. Үйге қарай алмайды. Баланы да Айгүл тыңдап тұр. Ал мен қартайдым. Барлығын өзім істей алмаймын. Сонда қайыненесі тіке қарап. Сонда бізге сен сияқты адам керек болды. Айгүлдің жүрегі тағы да сыздап кетті. Қандай адам? Сол сәтте қайыненесі ең ауыр сөзін айтты. Сен бұл үйге әйел болып келген жоқсың. Аз ғана кідірді. Қажет үшін ғана келдің. Бөлме ішін үнсіздік басты. Бұл сөз бәрінен ауыр тиді. Айгүл бір сәтке қатып қалды. Сосын жай ғана басын шайқады. Сонда мені әдейі алдадыңыздар ма? Серік орнынан тұрды. Айгүл, мен сені ренжіткім келмеді. Онда неге үйлендің? Деп айқайлады Айгүл. Өйткені басқа жол жоқ еді. Өтірік. Айгүлдің көзінен жас ағып жатты. Бірақ ол оны сүртпеді. Сен мені таңдаған жоқсың. Сен маған мұқтаж болдың. Серік үндемеді. Бұл шындық еді. Қайыненесі қайта сөйледі. Біз саған жамандық ойлаған жоқпыз. Айгүл оған күле қарады. Бұл жамандық емес пе? Сен жалғыз едің. Біз саған үй бердік, отбасы бердік. Жоқ, деді Айгүл қатты. Сіздер маған жалған өмір бердіңіздер. Ол бір сәт үнсіз қалды. Сосын баяу ғана. Мен сіздердің қызметшілеріңіз емеспін, деді. Даусы тыныш, бірақ әр сөзі анық. Серік жақындап келді. Айгүл, кетпе, біз бәрін реттейміз. Айгүл артқа шегінді. Қалай? Екінші әйел болып па? Серік жауап бере алмады. Сол сәтте Айгүлдің ішінде бір нәрсе өзгерді. Ол енді әлсіз емес еді. Көзіндегі жас ашуға айналды. Жоқ, бұл жерде біреу қателесті, деді ол. Қайыненесі қабағын түйді. Не айтқың келеді? Айгүл тіке қарап. Сіздер мені әлсіз деп ойладыңыздар. Аз ғана кідірді. Бірақ мен кететін адам емеспін. Серік селк етті. Онда естисің. Айгүлдің жауабы қысқа болды. Көресіңдер. Сол түні бұл үйде ешкім тыныш ұйықтай алмады. Сол түннен кейін үйдің іші мүлде өзгеріп кетті. Бұрынғыдай үнсіздік бар. Бірақ енді ол жай тыныштық емес. Қысын. Әр адам бір-бірінен сақтанып қалғандай. Айгүл таңертең тағы да ең бірінші тұрды. Бірақ бұл жолы бұрынғыдай жақсы келін болайын деген ниетпен емес. Ол енді бәрін анық көріп тұр. Бұл үйде оның рөлі қандай екенін де түсінді. Ас үйде қайыненесі отыр екен. Шай қояйын ба? Деп сұрады Айгүл сабырмен. Қайыненесі таң қалғандай қарады. Қоя бер. Бірақ оның даусында бұрынғыдай үстемдік жоқ еді. Серік те шықты. Көзі қызарып кеткен. Ұйықтамағаны көрініп тұр. Айгүл, сөйлесейікші, деді жай ғана. Айгүл бұрылмай. Сөйлесетін нәрсе қалды ма? Мен қателестім. Бірақ не? Деп түк қарады Айгүл. Серік үндемей қалды. Сол күні күтпеген нәрсе болды. Түске таман есік қақылды. Айгүл ашты. Кеше көрген әйел табалдырықта тұр. Қасында кішкентай қызы. Айгүлдің жүрегі біртүрлі болып кетті. Кіруге бола ма? Деді әйел шашаңқы дауыспен. Айгүл жол берді.
Үйге кірген сәтте қайын-енесінің қабағы түйіліп кетті. Неге келдің? Деді салқын. Әлгі әйел шаршап тұрған орындыққа отырды. Жасыра алмайсыңдар енді. Серік орнынан тұрып, тоқта. Жоқ, деді әйел қаттырақ. Сосын Айгүлге қарады. Сен шындықты толық білмейсің. Айгүл үндемей тыңдап тұр. Мен ауырып жүргенім рас, бірақ мен ешкім тастап кеткен жоқ, деді ол. Серік өз еркімен кетті. Серік көзін төмен түсірді. Ал мына кісі, деп қайын-енесіне қарап, бәрін ұйымдастырды. Бөлме іші тып-тыныш. Айгүлдің көзі жайлап қайын-енесіне ауды. Бұл рас па? Қайын-енесі алғаш рет жауап беруге қиналды. Мен тек отбасын сақтағым келді. Қалай? Деді Айгүл. Ұлымды жоғалтқым келмеді. Немеремді де. Сондықтан мені құрбан еттіңіз бе? Жауап жоқ. Сол сәтте кішкентай қыз Айгүлге жақындап келді. Сіз жылайсыз ба? Деді аңғалдықпен. Айгүл күлімсірегісі келді, бірақ көзіне жас толды. Жоқ, деді әрең. Бала оның қолынан ұстап алды. Жыламаңыз. Осы қарапайым сөз Айгүлдің ішін босатып жіберді. Сол сәтте ол бәрін анық түсінді. Бұл жерде кінәлі бір ғана адам емес, бірақ ең үлкен сұрақ өзі. Ол не істейді? Айгүл орнынан тұрды. Барлығы оған қарады. Мен шешім қабылдадым, деді ол анық. Серік бір қадам жақындады. Айгүл қолмен тоқтатты. Жоқ, енді мен сөйлеймін. Мен бұл үйге махаббатпен келдім, ал сіздер мені жоспармен қабылдадыңыздар. Мен қызметші емеспін, екінші әйел де емеспін. Мен адаммын. Бөлме іші үнсіз. Сосын ол ең маңызды сөзін айтты. Мен кетемін. Серік шошып кетті. Жоқ, кетпе, біз бәрін дұрыстаймыз. Айгүл басын шайқады. Жоқ, кейбір нәрсе түзелмейді. Қайын-енесі орнынан тұрды. Қайда барасың? Айгүл сабырмен. Өз өміріме. Ол бөлмесіне кіріп заттарын жинай бастады. Бұл жолы көз жассыз. Кек тыныш, бірақ нық шешіммен. Есіктен шығар алдында бір сәт тоқтады. Артқа бұрылып қарады. Бұл үй оның арман еді. Бірақ енді сабақ. Айгүл жай ғана айтты. Кеш болса да, өзімді жоғалтпадым. Сосын есікті ашып, сыртқа шықты. Бірақ бұл оның соңғы қадам емес еді. Көктемнің салқын желі Айгүлдің бетіне тиді. Үйдің есігін жапқан сәтте, жүрегі біртүрлі жеңілдеп кеткендей болды. Ауыр жүк түскендей. Бірақ бұл қуаныш емес еді. Бұл жаңа бастаманың алдындағы тыныштық. Алғашқы күндер оңай болмады. Айгүл қайтадан жалғыз қалды. Бірақ бұл жолы бұрынғыдай әлсіз емес. Ол бірден бұрынғы пәтеріне қайтты. Шаң басқан суық үй, бірақ өз үйі. Есікті ашып кіргенде айналаға ұзақ қарады. Мен қайта оралдым, деді сыбырлап. Күндер өте бастады. Айгүл өзін қолына алды, жұмысқа кірісті. Бұрынғы таныстармен байланыс орнатты. Кішкентай болса да табыс таба бастады. Бірақ ең бастысы, ол енді ешкімге тәуелді емес еді. Бір күні күтпеген қоңырау келді.